Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге балықтан ерекше болып шығатын котлеттің рецебін көрсеткім келеді. Міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Бізге осындай балықтың фаршы керек болады. Пияз, сәбіз, бір жұмыртқа, 5-6 тіше сарымсақ керек болады. Ең алдымен сәбізімізді блендердан осылай ұсақ қылып өткізіп аламыз. Сәбізімізді жаңағы фарштың үстіне қосып дайындап аламыз. Ендігі кезекте туралған пиязымыз бен сарымсағымызды блендерден өткізіп аламыз. Пиязымыз бен сарымсағымызды жаңағы фаршымыздың үстіне қосып, кепкен нанның ұнтағын татымына қарай тұз, қара бұрыш, жұмыртқа қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл котлет түрін негізі диета ұстайтын адамдарға ПП рецепт ретінде пайдалансаңыздар болады. Өте оңай жасалатын котлеттің түрі. Бұл котлетті мен духовкада пісірем, сондықтан да формамды майлап алып, дайындап аламыз да алдын ала котлетімізді жасауға кірісеміз. Котлетімізді ақырындап осылай қолдың көмегімен жазсаңыздар да болады. Немесе мен стақанды алып, осындай дөңгелекшені алдым да, стақанмен ары-бері жаңағы ұрғылап жасап алдым. Сонда котлетіміз бір келкі болады да, қолымызбен үстіңгі жағынан бассаңыздар, котлеттің өзінің формасы шығады. Солай жасап көрсеңіздер болады. Міне осылай видеодағыдай. Дайындап алған котлетіміздің үстінен өсімдік майын міндетті түрде жағып, қызып тұрған духовкамызға 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Қатты қызартпаймыз, себебі котлетімізді кептіріп жібереді духовкамыз. Сондықтан да өздеріңіздің духовкаларыңызға ыңғайлап пісіріп аласыздар. Осылай үй жағдайында балықтан котлеттің жасалуының жолын бір тәсілін көрсеттім. Ұнап жатса, жасап көріңіздер, астына пікірлеріңізді қалдырыңыздар, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға астарыңыз дәмді болсын.